Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, бейнені соңына дейін қараңыз. Аз қамтылған отбасыларға ай сайын 70 мың теңге төлене ме? Егер осы сұраққа жауап тапқыңыз келсе, мәжіліс депутатының әрбір туған балаға 70 мың теңге көлемінде мемлекеттік жәрдемақы тағайындауға ұсынысына вице-премьер Алтау Көлгинов жауап берді деп хабарлайды Ел-Каза ақпарат агенттігі. Үкімет басшысының орынбасары депутат Гаухар Танашеваның сауалына берген жауабында балалары бар отбасыларды әлеуметтік қорғау, әлеуметтік саясаттың маңызды бағыттарының бірі екені аталған. Бүгінде елімізде мемлекеттік жәрдемақылар, әлеуметтік төлемдер, жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары, салық салу кезінде жеңілдіктер және тағы басқа жүйесін қамтитын балалары бар отбасыларды әлеуметтік қолдаудың тұтас жүйесі жұмыс істейді. Бұл ретте әртүрлі өңірлік жағдайларда балалары бар отбасыларды қолдау мақсатында республикалық бюджеттен мемлекеттік жәрдемақылардың 5 түрі және мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдердің 2 түрі төленеді деп жазған Көлгиновтың жауабында.